Наурыз. Көктем, жаз, күз және қыс болып 4 топқа бөлінді. Енді бері қараймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жыл мезгілдері. Яғни біз жыл мезгілдері туралы ертегімен танысатын боламыз. Ал ендеше жыл мезгілінің қанша түрі бар және оның атауын білеміз бе? Кәне бала, ойланып көрейік. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Жыл мезгілдерінің 4 түрі болады. Қыс, көктем, жаз, күз. Ендеше біз ертегімен танысайық. Ертеде Ғасыр деген бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жылдың 2 ұлы, 2 қызы болыпты. Үлкені қыз шатақ мінезді болыпты. Десе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырлау болғанмен әкесі оны бірбеткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын, сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі жақсы көреді екен. Үшіншісі жаз, әпкесіне қарағанда ашық, жарқын, жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса, көмейіне көрінетін адалдығымен, таңғы шықтай мөлдір пәктігімен көпке ұнатты. Ал ең кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге бола ренжіп, бұртиып қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тыя алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де күзді жомарттылығы үшін, ақ көңілділігі үшін бәрі де ұнатыпты. Жазда күн ыстық болады, айнала әдемі гүлдерге толады. Адамдар суға түседі, демалады. Бұл қай жыл мезгілінде? Жаз, иә? Күз ерекшелігін қараймыз. Күзде дала жаурайды, көкте бұлттар аунайды, бұтағынан үзіліп, жапырақтар саулайды. Күз мезгілі. Қыстың ерекшелігін қараймыз. Қыста қар жауады, қыста ауа райы суық болады, қыста адамдар қалың киінеді, қыста балалар қардан аққала жасайды және коньки, шаңғы, сырғанақ теуіп ойнайды екен. Көктемде жер көгереді, қырда бәйшешектер өседі. Көктемде жаңбыр нөсерлеп жауады, кемпір қоса көп болады. Бұл біздің көктем айы екен. Енді бері қараймыз. Дидактикалық ойын. Артығын тап дейді. Бірінші суретте қандай жыл мезгілі бізде? Қыс, иә? Артық сурет қайсы артық сурет бізде? Ағаштар қыста, иә? Ал енді балалар тапсырма орындаймыз. Бірінші бізде көктем. Көктемде бізде мына қиынды суреттермен күзде өздері сурет салады және қыс айда сурет саламыз.
жыл мезгілдері